Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер және тыңдармандар. Видеоматериалымызды ары қарата жалғастырамыз. Біз алдыңғы видеоматериалда жалпылама дәрістің тақырыбы, жоспары, шынайы азимут пен магниттік азимуттың не екендігі, дирекциондық бұрыш пен горизонталь бұрыштардың бір-біріне арақатынасы, румб және румб пен дирекциондық бұрыштың бір-біріне арақатынасы туралы өткенбіз. Бұл видеоматериалымызда біз сіздермен ары қарата тура және кері геодезиялық есепке тоқталатын боламыз. Геодезиялық жұмыстарда пункттердің координаталары, олардың арақашықтықтары мен дирекциондық бұрыштары арқылы тікелей тура немесе кері есептерді шешу арқылы анықталады. Яғни бұл дегеніміз бізде міндетті түрде геодезияда кез келген нүктенің координаталарын анықтау үшін бізге бұрыштар мен арақашықтықтарды өлшеу керектігін айтады. Тура геодезиялық есептің мәні ол бізге егер қандай да бір А пунктінің координатасы белгілі болатын болса, Б пунктіне дейінгі арақашықтықты өлшеп және дирекционды бұрышты өлшеп, біз келесі Б нүктесінің координатасын анықтай алатындығымыз туралы айтады. Яғни сызбаға тоқталайық, иә? Бұл жерде бізде А нүктесі берілген және оның координаталары XA және YA. Келесі Б нүктесі берілген және оның координатасы міне XB және YB. Бізге табу керек осы Б нүктесінің координатасын, иә? Ол бізге белгісіз болып тұр. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін бізге екеуінің арасындағы арақашықтықты өлшеу керек және дирекциондық бұрышты өлшеу керек дейді. Бұл сызбада және сіздерге координаталық өсімшелері белгіленген, яғни бір нүктенің екінші нүктеге қатысты өзгергендегі айырмашылығы дельта X пен дельта Y. Яғни XB-дан, біз мына жерде XA-ны азайтып тастайтын болсақ, онда ол бізде дельта X-ті, яғни сәйкесінше және дельта Y-ті береді. Енді бағанағы өлшенген бұрыштар мен арақашықтыққа қатысты осы нүктелердің арасындағы өзгерісті анықтайтын болсақ, онда өлшенген арақашықтыққа дирекциондық бұрыштың косинусын көбейтетін болсақ, ол бізге дельта X-ті береді. Және өлшенген арақашықтыққа өлшенген дирекциондық бұрыштың синусын көбейтетін болсақ, ол бізге дельта Y-ті беретін болады. Дельта Y пен дельта X-ті және XA мен XB-ны білетін болсақ, сәйкесінше XB мен YB-ны оңай есептеп табуға болады. Ары қарата кері геодезиялық есепке тоқталынатын болсақ, бұл жерде былай. Егер де бізге екі нүктенің координатасы белгілі болатын болса, онда біз олардың арасындағы дирекциондық бұрыш пен арақашықтықты есептеп анықтай аламыз. Ол қалай? Суретіміз тура алдыңғы сызбадағы сияқты, бұны тоқталып түсіндірмеймін. Тек қана формула бойынша тоқталып өтейін. Бұл жерде біз екі нүктенің координатасының айырымы арқылы координаталық өсімшелерді тауып аламыз. Осы координаталық өсімшелердің бір-біріне қатынасы бізде арктангенс румбты береді. Яғни, осы арқылы біз сүйір бұрышты анықтай аламыз. Ал егер біз румбты білетін болсақ, дирекциондық бұрышты анықтап алу оңай, оны біз білеміз. Ары қарата арақашықтықты табу үшін үш түрлі формуланы қолданамыз, яғни ол есептеп жатқан мәніміздің дұрыс терістігін нақтылы тексеруге мүмкіндік береді. Яғни бірінші арақашықтықта біз дельта Y-ті синус альфаға бөлу арқылы тапсақ, екіншісінде дельта X-ті косинус альфаға бөлу арқылы табамыз, және үшіншісі ол бізде Пифагор теоремасы. Екі катеттің квадраттарының қосындысы бізде береді гипотенузының квадратын. Осылайша біз арақашықтықтарды үш рет есептеу арқылы өте дәл анықтап аламыз. Енді осы тұста румбқа қатысты альфаны табуға байланысты мынандай мәселе туындайды. Біз айттық, румбтың мәні әрбір ширекте бір-біріне тең бола береді. Бірақ біз осы есепке қарап румбтың
қай ширекте жатқандығын қалай анықтай аламыз? Бұл слайдта көретініміз, яғни бізде егер румб бірінші ширекте орналасатын болса, онда яғни x осі оң таңба, y осіне қатысты дельта y оң таңбалы болады. Егер румб екінші ширекте орналасатын болса, яғни координаталық өсімше x теріс мәнде, 0-ден төмен, y оң мәнде болады. Сәйкесінше үшіншісінде екеуі де теріс таңбаға тең болады, және төртінші ширекте x-іміз оң таңбалы, y-іміз теріс таңбалы болады. Осылайша біз румбтың жаңағы координаталық өсімшелердің таңбаларына қарап, румбтың қандай ширекте орналасқанын және де оның алдындағы слайдтарымызда көрсеткендей, міне қай ширекте орналасқанына қатысты румбтың мәнін білетін болсақ, альфаның мәнін оңай анықтап таба аламыз. Яғни дирекциондық бұрышты оңай анықтап таба аламыз. Осымен дәрісіміз аяқталды. Дәрістің соңында сіздерге студенттік өзіндік жұмысы тапсырмалары берілген және өзін тексеруге арналған сұрақтар, сондай-ақ қолданылған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Жалпы назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.